Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған Ішкі істер департаментінің мерекелік шаралары Қызылжар ауданы Бескөл ауылында өз бастауын алды. Іс-шараның басы ақпараттық насихат тобының жұмысы болды. Сонымен қатар ұрыс техникасы мен қару-жарақтары қойылған көрме келушілер назарына ұсынылды. Первые шаги, выполняя указания президента, 100 шагов. Елбасының 100 нақты қадам жоспарын жүзеге асыруда қарқынды жұмыс атқарып жатырмыз. Бүгінгі іс-шара тәуелсіздіктің 25 жылдығын тойлауда алғашқысы болғалы отыр. Осы арқылы ішкі істер органдарының жұмысын көрсеттік, ақпараттық насихат тобы арқылы мектеп оқушыларына ішкі істер органдарының жоғарғы оқу орындары жайында ақпарат беру. Салтанатты іс-шараны Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің бастығы Берік Біләлов ашты. Өз сөзінде елбасы жолдауын орындауда ішкі істер органдарының алдына қойылған басты міндеттерге тоқталып өтті. Иначе говоря, с начала прошлого года полиция... Атқарылып жатқан жұмыстарға орай қоғамдық орындарда және далада жасалатын қылмыстар саны азаюда. Соңғы 5 жылда біреудің мүлкін ұрлау қылмысы 12%-ға азайып отыр. Мереке барысында Қызылжар аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері өз саласындағы жоғарғы жетістіктері үшін марапатталды. 6 үздік полицей ішкі істер департаменті бастығының қолынан грамота мен алғыс хаттарға ие болды. Облыстық ардагерлер кеңесі президиумы бастауыш ардагерлер мекемелерінің жұмыстарын қорытындылап үздіктерді анықтады. Милиция генерал-майоры Өмірзақ Болсамбековтың айтуынша Солтүстік Қазақстан облысының ішкі істер департаменті өткен жылы республика бойынша үздіктердің қатарынан көрінген. Основным показателем, по динамике преступности, по раскрываемости, я еще раз говорю, Біз жақын арада алқа отырысын қорытындыладық. Нәтижеге сай қылмыстардың бетін ашу және динамикасы бойынша Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаменті республикада жоғарғы көрсеткіш көрсетіп отыр. Салтанатты іс-шараға жиналғандар мен келген қонақтар үшін ішкі істер департаментінің шығармашылық ұжымы концерттік бағдарламасын ұсынды. Кездесу соңында Солтүстік Қазақстан облысы ішкі істер департаментінің бастығы Берік Біләлов ардагерлермен даңқ аллеясына гүл шоқтарын қойып, батырларымызды 1 минут үнсіздікпен еске алды. Аталмыш іс-шара жыл көлемінде барлық аудандарда ұйымдастырылатын болады.